Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі кәсіби практикамыздың тақырыбы бисквитті торт дайындау, оның ішінде пупипай торты. Смарт мақсатымыз жұмыс орнын ұйымдастыру бойынша кәсіби біліктер мен практикалық дағдыларды дамыту, бисквит тортын дайындау кезінде құрал-жабдықтарды пайдалану. Күтілетін нәтижелер кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті ақпаратты іздеуді жүзеге асырады. Бағалау критерийі: шикізат санын есептейді, рецептуралық қоспаны дайындайды, массаның дайындығын анықтау, беру температурасын сақтай отырып, бисквитті тортты дайындайды және ресімдейді, дайын торттың шығуын сақтайды. Кәсіби практикамыздың бағалау критерийі 4 дескриптордан тұрады. Бірінші, жұмыс орнын ұйымдастыру, санитарлық гигиеналық нормаларды сақтау, қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау, 1 балл. Екінші, шикізат санына есептеу жасау, рецептуралық қоспаны дайындау, 2 балл. Үшінші, беру температурасын сақтай отырып, бисквитті тортты дайындайды және ресімдейді, 2 балл. Төртінші, дайын торттың шығуын сақтайды, 2 балл. Барлығы 7 баллды құрайды. Пупипай тортының жасалу жолының технологиялық картасын Платонос платформасына жүктеймін. Торттың жасалу қадамын бейне жазба арқылы ұсынамын. Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі кәсіби практикамыздың тақырыбы бисквитті тортты дайындау, оның ішінде пупипай торты. Енді бізге қажетті ингредиенттермен сіздерге таныстыра өтейін. Бізге 24 сантиметрлі форма, миксеріміз, пергаментті қағазымыз, насадкамыз, электронды таразымыз, 80 грамм майымыз, 160 грамм қара шоколадымыз, 200 грамм ұн, 20 грамм какао, 10 грамм қопсытқыш, 160 грамм қантымыз, 4 жұмыртқамыз қажет. Кремімізге 500 мл кілегей, 150 грамм қант ұнтағы, 200 грамм маскарпонеміз, 500 грамм творожный сырымыз қажет. Глазурымызға 150 грамм қара шоколадымыз қажет, 40 мл сүтіміз қажет. Тортымызды әсемдікке мен құлпынай жемісін алдым. Дайын болған массамызды теңдей қылып 4 қоржға бөліп, 180 градус Цельсий температурада 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің дайын болған 4 қоржымыз. Кремді дайындау үшін салқындатылған кілегейді миксерлеп аламыз. Содан кейін маскарпоне, творожный сыр, қант ұнтағын араластырамыз. Дайын болған кремдерді бір-бірімен араластырамыз. Біздің креміміз, тортымыздың кремі дайын. Енді дайын қорждарымызды мынадай торт ыдысына жинаймыз. Бірінші қоржымызды аламыз. Одан кейін жаңағы кремімізді мынадай насадкаға алып крем жасаймыз. Міне, 4 қоржымызды жинадық, тортымыз дайын. Ендігі кезекте бетіне глазурды. Ол үшін глазурды қара шоколад пен сүтті су ваннасында бірінші ерітіп аламыз. Ерітілген шоколадымызды тортымыздың бетіне біркелкі етіп жағамыз.
дайын болған тортымыздың бетін құлпынай, малина, шие, жидектермен, жемістермен бетін әрледік. Соңынан дайын тортымызды 3-4 сағат тоңазытқышқа қойып аламыз. 281 тобымыз осындай сіздерден Өгілбай тортын жасап, кері байланыс сіздерден күтемін. Сәлеметсіздер ме? Мен 281 топ студенті Бейсенбаева Гүлім. Қазіргі елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты біз қашықтықтан оқып жатырмыз. Қашықтан оқыту барысында кәсіби практикада бізге берілген бүгінгі тапсырма бисквит дайындау. Мен бисквит дайындаудың ішінде Өгілбай тортын таңдадым. Енді ингредиенттерді көрсетемін. Бірінші тортты әзірлемесін бұрын бізге техникалық карта керек. Мен технологиялық картаны әзірлеп қойдым. Осыған қарап, басқа да ингредиенттерді есептеп аламын. Ең бірінші көмекке маған таразы келеді. Весі 3 жұмыртқа қажет тесто дайындау үшін, және қант, шоколад пен сары майды мен деген ерітіп алдым микроволновкаға. Одан кейін оның ішіне какао және де қопсытқышты салдым, және барлығын араластыратын ыдыс қажет.